Дастарханның сәні болатын және де қонақ келсе тез ғана жасай салатын банофи пай дәмдісін жасап көрсететін боламын. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Ең тиімдісі бұл көп уақытыңызды алмайды. Алдымен қамыр дайындаймыз. Ол үшін ұнды електен өткізіп алып, үстіне разрыхлитель салып, үстінен бөлме температурасындағы сармайды саламыз. Егер де морозильникте тұрған болса, сармайыңыз үккіштен өткізіп қоссаңыздар болады. Екеуін жақсылап араластырып, крошка жасап аламыз. Одан кейін бөлек бір ыдысымызға бір жұмыртқаны салып, үстіне 50 грамм шекер салып аламыз. Шекерді барынша майдасын таңдауға тырысыңыздар. Жақсылап вилкамен араластырып, шекерді кішігірім ертіп аласыздар. Осы тестаны сұйық теста мен қою тестаны бір-біріне араластырып, әдемілеп қолмен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Қыздар, әркімнің жұмыртқасы, ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан қамырға кішкене ұн қажет болуы мүмкін. Бірақ көп қосып жібермеңіздер. Егер де көп қосып жіберетін болсаңыздар, песочный тестаңыз қатты болып қалады. Қолға жабыспайтын қамыр дайын болғаннан бірден холодильникке 15 минутқа салып аласыздар. Негізі салмай да бірден пісіре берсеңіздер болады. Осылай мен 24 сантиметрлік қалыпқа пісіріп жатырмын. Сіз бұдан үлкендеріне пісірсеңіз сәл жұқалау болады. Енді ол пісем дегенше крем дайындаймыз. Ол үшін мен холодильникте тұрған салқын сливкиді ыдысқа құйып аламыз. Ыдыс міндетті түрде құрғақ болу керек. Ыдысыңызда миксеріңізде мұздай болатын болса, сол кезде сливки әдемі көпіреді. Бұның үстіне сгущенное молоко салдым мен. Сіздер оның орнына сливки сахарный пудра қоссаңыздар болады. Сгущенное молоконы таңдағанда барынша качествосы жақсы таңдаңыздар. Осылай араластырған кезде осында әдемі крем шығады. Енді пісіп шыққан коржымызды ыстық кезінде осылай вареный сгущенка жағып аламыз. Вареный сгущенканың міндетті түрде сапалысын таңдаңыздар. Сол кезде жақсы дәмді әдемі болып шығады. Ыстық кезінде жақсаңыздар әдемі болып жағылады. Қыздар, неше минутта пісіретініңізді мен описанияға жазып қалдырам, және де не заттар қанша көлемде қажет екенін барлығын описания қалдырам. Үстіне бананды турап қойып шығып, жаңағы кремді арнайы осындай кондитерский мешокқа құйып алып, әдемілеп сығып шығамыз. Егер де кондитерный мешок немесе осындай заттарыңыз болмаса, просто кремді әдемілеп қасықпен жағып шықсаңыздар да болады. Үстіне үйіңізде сапалы какао болатын болса, детский әдемі какао болса, оны да сепсеңіздер болады. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, дәмі керемет, шаймен ішкенге өте зор кетеді. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.